Бала кезде ағаштан садақ жасап, ойнап өсіп едік. Бүгін енді мінекей қолыма қазір кәсіби садақ ұстап, атып көрейін деп тұрмын. Енді аттың үстінде негізі қиын болады шығар. Атып көрмегем, сонда да бағын сынап көрейін. Біріншіге болар енді. Мен аттың үстінде тұрып бұлай атуым алғаш. Жалпы бұрын сонды садақпен жылқының үстінде атпағанмын. Алайда ерте көшпелі қазақ жастарды осылай ойынға баулыған. Себебі жаугершілік заманда жылқы үстінде емін еркін шауып, елді қорғай алу үшін. Жалпы жылқының үстінде шауып келіп садақпен нысанаға дөп тигізу оңай емес. Кәсіби шебер болу үшін ең көп дегенде 1 немесе 2 ай дайындық қажет. Енді қыздардан бір 10-нан астам қыздар. Бірінші былай бастағанымыз осы Рамина, қыз Гүлдана деген, Гүлдана өзімнің туған қызым. Солар осы тағы да Алия деген қыз бар, 3 қыздан басталды осы жерде. Содан ары қарай Темірлан деген балалар бар. Нұрсұлтан деген, солар қазір Нұрсұлтан қазір жүлделі болып жүр. Ұлдар арасында республика чемпионаттарында несінде. Гүлдана қызының тоже Қырғызстанға барып жарыстарына, фестиваль, сол жақтардан жүлделі болып жүрді. 1-ші орын, 2-ші, 3-ші. Гүлдана қыздар арасында жамбы атуды алғаш үйренгендер екен. Тіпті жарысқа қатысқанда жігіттермен бақ сынасыпты. Алғашында оңай болмады, бірақ үйреніп алдық дейді кейіпкеріміз. Мен осы ипподромда атқа мініп үйреніп жүргенде, осы жерде спорт мектебі ашылып, сонда жаттықтырушымыз осы жаққа келіп, үйреніп кеттік солай. Жамбы атумен айналысып жүргеніме 2,5 жыл болды. Енді бұған енді бірінші атты дайындау керек, ат дұрыс шабу, соны одан кейін өзіміз аттың үстінде өзіміз жаттығуымыз керек. Алматы ипподромда Ұлы дала ойындары, сол жерде 3-ші орын алдым, және Ұлы дала рухы фестивалі болды, сол жерден 3-ші орын, және 2019 жыл 1-ші орын алдым. Және Қырғызстанда Қазақстаннан 3 қыз барып, үшеумізде 1-ші, 2-ші, 3-ші орын алып қайттық. Қазақтың ұлттық спорты дегенде көкпар, теңгелу мен аудараспақтан араспайтынбыз. Елімізде ат спорты түрлерінен жарыстар да көптеп ұйымдастырылады. Тіпті халықаралық сайыстарға жиі қатысып жүр. Ал бірнеше жылдан бері бұл қатарға жамбы ату қосылды. Қазақ үшін ат спортының жамбы ату түрі қайта түрленді десек болады. Еркебұлан Жақыбай, Ержан Дүйсен, Таңжарық бағдарламасы.